Сәлеметсіздер ме? Бүгін келін асханасымен бірге дәмі тіл үйрер, жып-жұмсақ, нәп-нәзік, үлбіреген сырники жасайық. Домалақ пішіндер жасап қиналмайсыз, кекс пісіретін формалар болса болғаны. Сырникиге ұн көп қоспаймыз, соның арқасында сырники влажный, нәзік болады. Ішіне талғамыңызға қарай әртүрлі салмаларды қоссаңыз болады. Қуырылған жаңғақ, мейіз, жеміс-жидектер, шоколад, дәмі соған байланысты өзгереді. Үстінен варенье, бал, қаймақ құйып жесеңіз тіптен әдемі болады. Ол үшін бізге 500 грамм қою творог, яғни ірімшік қажет. Көбісі блендермен езіп жатады. Бізге ірімшіктің түйіршіктері білініп тұрған ұнайды. Сол үшін езбеймін. Сізге біркелкі масса ұнаса, блендермен езіп алсаңыз болады. 3-4 қасық қант, 2 жұмыртқа, шым-шым ванилин, 2 ас қасық ұн қосып, біркелкі масса болғанша вилкамен немесе қолмен араластырамын. Сізде кекс пісіретін формалар болмаса, 1 жұмыртқаны қосыңыз. Сол кезде ірімшік сұйық болмай, көп ұн алмайды. Соның арқасында домалақ пішінді сырники тез бірігіп, жиналады. Көп ұн қоспаған соң сырники қатайып қалмайды, жұмсақ үлбіреген болып піседі. Өстіп қолмен езіп аламыз. Ірімшіктің іртік үлкен формалары майдалану үшін біркелкі масса болған соң кекстардың ыдыстары маймен сылап, екі-үш қасық творожный массамызды салып шығамыз. Немесе әртүрлі салмалар қоссаңыз болады. Өстіп мен арасына шоколад, Қазақстан шоколадының бір тал түйірін салдым. Астына 1-2 қасық ірімшіктен саламында, ортасына мейізден, курага, чернослив араластырып жасадым. Егер сіздерде банан болса, жаңағы свежий жеміс-жидектер болса, солардан да қосып жіберсеңіздер болады. Салмасы өз талғамдарыңызға байланысты. Әртүрлі салма салсаңыздар, дәм әртүрлі болып өзгереді. Менің каналымда видео рецептер аптасына 3 мәрте шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп қойыңыздар. Осы видео рецепт ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де сіздерге сілтеме қалдырып кетемін. Қарап көріңіздер. Жақында ғана вупи-пай тортының рецебі шықты. Осы 500 грамм ірімшіктен менде барлығы 12 штук сырники шықты. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Форманың шет-шетін зубочисткамен ашып шығамыз. Әлі буы шығып тұрған сырникиден сіздерге сәлемдеме. Нәп-нәзік, жып-жұмсақ, үлбіреген, ірімшіктің дәмі ерекше шығып тұрған. Сырникиден сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. 1 штук осындай сырникиді жасаған болатынмын. Бұл да өзінше бір ерекше дәмі бар сырники болып шықты. Әртүрлі начинкалармен жасасаңыз болады. Менде осындай клубничный джем бар. Жаздың күні құлпынаймен қантты блендерден өткізіп, холодильникке салған болатынмын. Ерекше сақталып, құлпынайдың иісі жаздағындай шығып, мұрынды жарып тұр. Алда талай видео рецептермен бөлісемін. Қоңырау